Сәлем, сіздермен Жұлдыз 99. Бүгінгі видео қан топтары және қан құюға арналады. Адамда қан өте маңызды болып табылады және адамда қан көлемінің күрт азаюы өлімге апаруы мүмкін. Сондықтан дер кезінде қан құю маңызды. Дегенмен, кез келген қан тобын бір-біріне құя беруге болмайды. Қан беретін адамды донор, ал қабылдайтын адамды реципиент деп атаймыз. Бірінші қан тобы – әмбебап донор. Бірінші қан тобы бар адамның А және В антигендері жоқ. Сондықтан мұндай қанды кез келген қан тобы бар адамдарға құя беруге болады. Себебі ол бөгде қан ретінде қабылданбайды. Сонымен бірге осындай ағзада А-В антиденелер бар. Сондықтан иммундық жүйе өзінен басқа қан тобын қабылдамайды. А тобы немесе екінші қан тобы. Бұл ағзада А антигендері мен В антиденелері бар. Сондықтан ол бірінші және екінші топтар қанын қабылдай алады. Үшінші және төртінші топ бұл қан тобы үшін бөгде болып танылады. В тобы немесе үшінші қан тобы. Осындай қанның құрамында В антигендері мен А антиденелері бар. Ағза бірінші және екінші қан тобын қабылдай алады. А-В тобы немесе төртінші қан тобы. Әмбебап реципиент деп аталады. Осындай ағзада А және В антигендерінің екеуі де бар. Мұндай қаны бар адам кез келген топтағы қанды қабылдай алады, себебі оның қанында антиденелер жоқ. Қайталайық. Донор дегеніміз қан беретін адам, ал реципиент қабылдайтын адам. Бірінші қан тобы барлық қан топтарына қанын бере алады, дегенмен бірінші топқа тек бірінші қан тобы құя алады. Екінші қан тобы бірінші және екінші қан топтарын қабылдай алады, дегенмен өз қанын екінші және төртінші қан топтарына бере алады. Ал үшінші қан тобы бірінші және үшінші қан топтарын қабылдайды. Бұл да өз қанын үшінші және төртінші қан топтарына бере алады. Төртінші қан тобы барлық қан топтарын қабылдайды, дегенмен өз қанын тек төртінші топқа ғана бере алады. Егер видео ұнаса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. 99 бен бірге дамы!